Шыңғысханның әлемде өте кең тараған тұлға. Бұны барлық құрлықтағы оқыған адамның бәрі біледі. Енді оқымаған адамдар біледі деп айту қиын. Оқыған, кітап көретұғын, өзін зиялы санайтын ұрпақтың бәрі біледі. Егер Шыңғысханды дұрыс майданда тұрып, түркілердің, мұсылмандардың майданында тұрып айтса, мұсылмандық тұрғыдан алғанда, ол кісі нағыз қадауатшы. Ал түркілер тұрғысынан айтқанда, күллі түрік халқын бірлікке келтіруші. Адамзат тұрғысынан алғанда, ол кісі күллі адамзат тарихында зайырлы қоғам құрған адам. Оны сол кездегі тарихшылар айтады, дүниеге бейбітшілік әкелуші деп жазған. Ол кісілер сол кісінің ордасында болған, сол кісіге өмір бойы қызмет істеген, оның алдында Хорезм-Шах Мұхаммедке де, одан кейін Қарақытай ханы Гүрханға да қызмет істеген адамдар ол кісіге солай деп айтқан. Біреулер айтады, Шыңғысхан деген адамзатты көп өлтірген, қырған, қанішер, бәлен түген дейді. Үйтіп қарайтын болсақ, бізде батырлардың бәрі қанішер. Қазақтың батырлы біз Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбайды айтамыз ғой. Олардың бәрі кісі өлтірген үшін батыр. А кісі кім? Елінің жауы, халқының жауы, мемлекеттің жауы, бала шағасын, қатын баласын қырам деп, жерді тартып алам деп келеді, соған қарсы тұрады адам. Қарсы тұрған адам жауды өлтіреді, сондықтан батыр болады. Бізде тарих сабағы деген сабақ болады. Сонда міндетті түрде орыстың тарихын оқимыз негізі. Сыр тарихы деп оқытады. Бірақ сыр тарихы деген аты ғана болмаса, онда негізі орыстың тарихы. Киев Руси дегеннен басталады да, содан Совет үкіметінің орнағанына дейінгі уақыттағы орыстың тарихын үйретеді. Қазақтың тарихы деген ол жерде біздің де сабақ болған жоқ. 4-ші сыныпта бір шаққырындай ғана бір оқулық болды. Оның ішінде жарытып ештеңе айтқан жоқ. Және сол таза орыстың тарихында амал жоқтықтан оқытатын бір тақырып бар болатын. Азияға қатысты ол Шыңғысханның келіп орысты жаулауы. Біз олай деп қабылдап өстік бала күнімізде. Ал енді бұл неге Қытайды басып алды, орыстарға тиісті, Хорезм-Шахқа барып неге барып тиісті? Бұл өзінің халқының мемлекеттікті әлсіз құрғанын біліп отыр Шыңғысхан. Мемлекетті құрды Моғолда. Ал енді осы мемлекет баянды болу керек, мәңгі болу керек. Ол үшін не істеу керек? Бұл елдің төңірегінде мықты мемлекет болмау керек. Мына ел баянды болу үшін мәңгі болу. Ол сол үшін Қытайды да бағындырды, менің еліме тиіспейтін болып бұдандайды. Орысты да бағындырды, Хорезм-Шах бәрін мына өзінің туып өскен жерінің төңірегінде ертең халқын басып алатын мемлекеттің қирататындай жер халықты қалдырмады мемлекет. Бұл елінің халқының болашағын ойлаған Шыңғысхан.